Армысыздар достар, қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Менің есімім Ләззат Досманбетова, Қазақстан, Шымкент қаласынанмын. Менің жасым 53-те. Мен дефектолог логопедпін, медқызметкермін. Мен өзімнің кереметтей нәтижелермен бөліскім келеді. Менде неше жыл мазалаған мойын омыртқа остеохондрозы бар еді. Одан кейін ас қорыту жолдарының бәрі істен шыққан еді. Асқазанымда басталып келе жатқан көптеген жаралар бар еді. Холецистит бар еді, панкреатит хронический созылмалы ауру түрінде бар еді. Одан кейін бүйректерім ауыратын еді, буындарым ауыратын еді. Солардың бәрі осыдан үш айдан астам уақыт бұрын мен осы Биэпик компанияның жасуша тамағы өнімдерінің осындай Elevate деген, Accelerate деген өнімдермен танысып, осыларды алып, мен осы пайдаланғанмын. Пайдаланғаннан кейін бірінші капсуладан бастап маған нәтиже берген. Мен көп жылдар бойы запорда бар еді, сол іш қату, іш кеуіп қалу дегеннен бірінші капсуладан бастап маған нәтиже бере бастады. Одан кейінгі ең жақсы керемет нәтиже бергені маған мойын омыртқа остеохондрозынан, мойын омыртқа несінен мен дұрыс ұйықтамайтын едім. Айлап емес, мен жылдап дұрыс ұйықтамаған адаммын. Түнде 10 айналып төсектен шығасың. Түнгі уақытта басымның жарты бас сүйегі және жарты миымды мен сезбей қалатын адам едім. Таңертең тұрған кезде балаларымды шошытып, балаларымды айтып қоятын едім, мен ұйқыдан тұрам ба, тұрмайын ба, сендер байқап қарап қалыңдар, мені қарап қойыңдар деп. Одан қалса асқазаным ауыратын еді, қолайсыз тамақ жеп қойсам, ол тамақты неге жедім күйге түсетін едім. Одан қалса созылмалы жаңағы ұйқы без ауруы приступ ұстаған кезде мен тек қана жедел жәрдем, одан қалса дәрі-дәрмек, солардың арқасында аман қалатын едім. Одан қалса созылмалы ауру, мына екі бүйрегімнің созылмалы ауруы бар еді. Ол күзде, көктемде, ол больница менікі еді, система, капельница, уколдардың бәрі менікі еді. Сөйтіп емделіп жүрген, неше жылдан бері есепте тұрған, емделіп жүрген адамның бірімін. Буындарым ауырып, мен баспалдаққа шыға алмайтын едім. Тізе бүгіп бір жерге қонаққа барсам, біздің қазақтар жерге отырады ғой, тізе бүгіп отыра алмайтын адам едім. Тізелерім ауырғанда, метеочувствительный едім. Мынау жаңбыр жауса, қар жауса, солар ойбай қашан өтіп кетеді деген күйде болатын едім, қашан кетеді деп. Сондай күрделі арқалап жүрген ауруларымды мен осыдан 3 ай бұрын осы керемет жасуша тамағының өнімдерімен танысып, осыны алып пайдаланғаннан кейін бір айдың өзінде менде керемет нәтиже болған. Мойын омыртқа остеохондрозы кетті, ұйқым дұрысталды, менің арманым жастыққа басым тиіп, жылдап ұйықтамаған адам, басым жастыққа тиіп, Құдай-ау қашан таңертең бірақ тұрады екенмін деп армандайтынмын. Сол арманыма жеттім десем болады. Мен қазір қалай жатам, солай таңертең жақсы ұйықтап тұрамын. Өзіме энергия берді, күш қуат берді. Өмірге деген көзқарасым өзгерді. Мен көптеген ашушаң едім. Депрессияға түсіп кетіп жүрген адаммын. Өмір сүргім келмей жүрген адам едім. Соның бәрі қазір кетіп, маған осы өнімдердің арқасында менің өмірімді сақтап қалды десе де болады. Сондықтан былай қарап отырсаңыздар, достар, менің есепте тұрған гастроэнтеролог, терапевт, травматолог, хирург, нефролог, невропатолог, солардың бәрінде мен есепте тұрғанмын. 4-5 дәрігер маған 4-5 түрлі диагноз қойып, 4-5 түрлі жаңағы ем-дом қабылдайтынмын. Ал солардың барлығын мына бір өнімдер жазып шығарды. Сондықтан бұл өнімдерді, бұл капсулаларды мен сиқыршы деп айта аламын. Осы өнімдер менің денсаулығымды қайтып әкеліп, мені қайтып өмірге әкелді десем де болады. Сондықтан достар, осы өнімдерді алсаңыздар, Биэпик компанияның осындай кереметтей жасуша тамағы өнімдерін алсаңыздар, ешқашан өкінбейсіздер. Сіздердің денсаулықтарыңыз орнына қайтып келеді. Көп рахмет назар аударып тыңдағандарыңызға.